Сәлем баршаңызға. Өздеріңіздің өтініштеріңіз бойынша мен KLD-дің табанына видео түсіруді бастадым. Менің есімім Рада. Менің каналыма қош келдіңіздер. Міне осындай табан тоқитын боламыз. Бұның бізде ұзындығы 10 сантиметр. 10 сантиметрді, ені 5,5. Осының екіншісін тоқитын боламыз. Бізге ол үшін жіп керек болады. Жіп менде акрил. Пехорка детская новинканың 50 граммда 200 метр жіңішке жіп. Және крючок сондай жіңішке. Маркер, қайшы. Маркеріңіз жоқ болса, басқа түсті жіпті пайдалансаңыз болады. Ендеше кеттік. Ең алдымен біз узелок жасап аламыз. 18 воздушная петля, цепочка дейміз ғой. 18-ін іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Және жұмысымыз үшін бізге тағы да 2 воздушный петля қосымша керек болады. Енді осының мына петля рабочая деп саналады, ол крючокта тұрады солай. Ал мына сол крючоктың алдындағы ең соңғы петляға маркер тағамыз. Накид жасаймыз. Сол крючоктан бастап санаймыз. 1, 2, 3. Үшінші петляға столбик с накидом. 2 столбик с накидом жасаймыз. Бір көздің ішіне міне. Ар жағын іліп аламыз. 1. Міне екіншісі. Осының ішіне. Екіншісі. Әрі қарай 16 столбик с накидом. Әр көздің ішіне 16 столбик с накидом тоқып шығамыз әрі қарай. 1. Басы шамалы осындай қиындау болады. Сосын өте бос тоқымаңыздар. Табан салбырап, ертең KLD-дің формасын ұстамайтын болады. KLD формасын ұстайтыны осы табанға байланысты. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мынау ең соңғы бізде бір петля қалды. Сол жерге 6 столбик с накидом тоқып шығамыз. 6 столбик с накидом тоқып шығамыз. Бір көздің ішіне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тартамыз. Осы мына бетіне уже зеркальный дейді. Мына жақтағы 16 столбик с накидын қайталап тоқып шығамыз. Мына жібімізді арасына тығып тоқуды ұмытып кетпеңіздер. 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай өзіміз тоқи берейік. Мына жерде бізге маркер тағуды ұмытпаңыздар. Мынау біріншісі ғой, жаңа бір көздің ішіне 6 тоққанға. 1. Және мына 6-шысы, ең соңғы 6-шысы. Ары қарай 16 петля с накидом тоқып шығамыз. 16 столбик с накидом тоқып шықтық. Енді мына маркерді алып
соединительный петля жасаймыз. Воздушная петля біреу жасаймыз. Және сол воздушный петляға маркер тағамыз. Әрі қарай екі столбик без накида тоқимыз. Бір көздің ішіне біреу, екеу, тағы да біреу, екеу. Енді 7 столбик без накида тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Екі столбик, екі полустолбик тоқимыз. Полустолбик үшеуінің ішіне бірден өткіземіз. Накид, екіншісі. Мына үш ілініп тұрған ішінен бірден өткіземіз. Екі полустолбик, 7 столбик с накидом. Мына маркерға дейін 7 болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 7 столбик с накидом. Маркерді аламыз. Мынау тұрған бізде алтау. Сол алтаудың әрқайсысының ішіне екеуден столбик с накидын тоқып шығамыз. Сол кезде 12 шығады бізден. Біреу. Соның ішіне тағы екіншісі. Екеу. Столбик с накидом. Екінші петляға біреу. Екеу. Үшінші петляға біреу. Екеу. Төртінші петляға біреу. Екеу. Бесінші петляға біреу. Екеу. Алтыншы петляға біреу. Екеу. Сол кезде мына жерде бізде 12 столбик с накидом шықты. Осы жерлерге маркер тағып қоямыз. Басым. Әрі қарай зеркальный дальнобеттегідей 7 столбик с накидом тоқимыз. 2 полустолбик, 7 без накида тоқимыз. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 2 полустолбик. Біреу, екеу. 7 столбик без накида. Екеу. Үшеу. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мына жерде біреу бар бізде, біреу осылай қалады, соған бір столбик без накида тоқимыз. Маркерді аламыз, соединительный петля жасаймыз. Бұл бізде екінші қатар бітті. Үшінші қатар 3 воздушный петля. Осы үшіншісіне маркеріміз тағамыз. Бағана бізде екінші қатарда екеуден 4 без накида тоққан столбикке
тоже сондай екіден столбик сына кидім тоқып шығамыз. Не біріншісі біреу, екеу, бір көздің ішіне екі столбик сына кидім. Екіншісі біреу, екеу, үшіншісі біреу, екеу, төртіншісі біреу, екеу. Енді маркерге дейін 16 столбик сына кидім. Әр петляға 16 столбик бір-бірден. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Маркерге дейін осылай өзіміз тоқып шығамыз. 15, 16 столбик сына кидім. Маркерді аламыз. Бұл жерде бізде бір көздің ішінде екі столбик, соның біріншісіне екі столбик сына кидім тоқимыз. Екінші. Одан кейін бір столбик сына кидім тоқимыз. Келесіне екі столбик сына кидім бірге тоқимыз. Біреу, екіншісі. Келесіне біреу, осылай кезек-кезек кете береміз. Мынаған екеу тоқимыз. Екі столбик бірге. Одан кейін біреу, одан кейін екі столбик бірге, біреу, екі столбик бірге. Осылай мына маркер тұрған жерге дейін осылай тоқып шығамыз. Біреу, мынаған екеу, келесіне біреу тоқимыз. Екі столбик сына кидім бірге. Одан кейін біреу, екі столбик сына кидім бірге. Маркерді аламыз. Бір столбик сына кидім. Үш жерлерге маркерімізді кигізіп қоямыз. Мына басқа және мына басына маркер кигіземіз. Әр қарай 16 столбик сына кидім. Тоқып шығамыз өзіміз. Біреу, екеу. 16 столбик сына кидім тоқып алдық. Әр қарай мынаған екі столбик сына кидім тоқимыз бірге. Біріншісін тоқыдық, екіншісін тоқимыз. Келесі мына 3 воздушный петля шыққан жерге біреуін тоқып жібереміз. Бір столбик сына кидім. Әр қарай қосамыз. Маркерді алдық. Бір, екі, үшінші петляға соединительный петля жасаймыз. Бұл үшінші ряд бітті. Төртінші ряд 3 воздушный петля. Маркеріміз тағамыз. Столбик сына кидім. Тоқимыз. Келесіне екі столбик сына кидім бірге тоқимыз. Біреу, екеу. Бір столбик сына кидім тоқимыз. Одан кейін екі столбик сына кидім бірге тоқимыз. Біреу, екеу. Бір столбик сына кидім. Екі столбик сына кидім. Одан кейін бір столбик сына кидім.
Одан кейін 2 столбик с накидом. Өкшесі осымен бітті. Мынау 2 не тұр, сонымен бітеді өкше. Әрі қарай тағы да маркерге дейін 16 столбик с накидом тоқып шығамыз. 15, 16 столбик с накидом. Маркерімізді аламыз. 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. 1, 2. 1 столбик с накидом тоқимыз. Тағы да 1 столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. 1, 2, соның қасына екіншісін тоқимыз. Одан кейін 1 столбик с накидом, 1 столбик с накидом. Тағы да 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. Осылай тағы да кезек-кезек. Алдыңғысында бізде арасында 1 столбиктан болса, бұл жолы 2 столбик с накидымнан қалады арасында. Енді 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. 1, 2. Келесіне 1 столбик с накидом. Одан кейін тағы да 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. 1, 2. 1 столбик с накидом. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. 2. 1 столбик с накидом. Маркерді аламыз. Ол жерге де 1 столбик с накидом тоқимыз. Сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп шығайын. 2 столбик с накидымнан бастадық. Одан кейін 1-2 арасында 2 столбик қалды. Одан кейін 2 столбик с накидым тағы бірге. 1-2 арасында 2 столбик с накидым бірге. Осылай кезек-кезек маркерге дейін тоқимыз. Соңында 2 столбик с накидымнан бітеді. 1-2. Осымен бітеді. Ары қарай тағы да 16 столбик с накидым. 16 столбик с накидым тоқып алдық. Қалған 1, 2, 3, 4 петляға бұлай тоқып шығамыз. Біріншісіне 1 столбик с накидым. Одан кейін 2 столбик с накидым бірге. 1, 2. 1 столбик с накидым. Және тағы да мынау 3 петля шыққан жерге 1 столбик с накидым тоқимыз. Маркерімізді алып, соединительный петля жасаймыз. Осымен біздің табанымыз тоқып болдық. Өлшеп көрейік бірге. 10 сантиметр. 5,5 ені. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы, қажеттіліктеріңізге жарап қалатын видео салып отыратын боламын. Мені қолдап, парақшама жазылып, сұрақтарыңыз болса астына комментария жаза алыңыздар. Сау болыңыздар.